Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Мен баршаңызға алғыс айтамын. Өйткені өткен аптаның соңында сіздерден көмек сұрап бір жеке өзім туралы эфир жасаған едім. Басымдағы қарыздардың көбейіп кеткендігі туралы, әлеуметтік жағдайға байланысты көптеген жерге барып, көптеген жерлерден хабар тарата алмай жүргенім туралы айтып, сіздерге бұйымтай жасағам. Мен шынында сіздердің қолдауларыңызды сезіндім. Тек қана пікір жазып қана қоймай, нақты көмек көрсетіп жатырсыздар. Баршаңызға алғыс айтамын. Ал енді бүгінгі эфир туралы айтайын. Алдымен сіздерден сұрайтыным, арнаға жазылыңыздар, осы эфирді кеңінен таратыңыздар, басқаларға да айтыңыздар, пікір жазыңыздар. Жалпы шындық, әрбір шындық барша халыққа жетуге сіздер де үлес қосыңыздар. Бүгінгі тақырып Тоқаев, Тасмағамбетов, Назарбаев туралы. Яғни соңғы уақытта елімізде Тоқаев билігін жақтаушылар, яғни жалпы Тоқаев билігінің нұсқауымен деп айтуға болады, мынау Назарбаевтарды қауіпті қылып көрсету, Тасмағамбетовті қауіпті қылып көрсету үрдісі кеңінен белең алды. Ақпарат құралдарында бір жеке блогерлер бар, жеке журналистер бар. Жалпы олардың барлығының айтатыны сайып келгенде мынаған тіреледі. Яғни Назарбаевтар қайтып келуі мүмкін. Олар қайтып келу үшін барлық әрекеттерді жасап жатыр. Олардың қолында күш бар. Сол үшін Тоқаевты қолдауымыз керек деген сөздер. Және Тасмағамбетов те қазір Мәскеуде тектен текке отырған жоқ. Ол да билікке таласады. Сол себепті Тасмағамбетов келсе жағдайымыз қараң болады. Ол да сол бұрынғы Назарбаев билігінің өнімі. Сол себепті Тоқаевтың жанына тоқайласуымыз керек дегенді көптеген билікшіл, жалпы бұрын Назарбаев билігінде жұмыс істегендер, қазір осы Тоқаев билігіне қызмет етіп жүргендер айтып жүр, жазып жүр. Көптеген сұхбаттар соған байланысты алынып, бұрын әбден жақсы келген адамдардың өздері осы тақырыпта, осы бағытта жұмыс істеп жатыр. Иә, бұның барлығын жоққа шығаруға болмайды. Назарбаевтарды билікке қайтып келгісі келуі мүмкін. Олардың қолында қаржы бар. Олардың басына қара бұлт қатты бір үйілген жоқ. Тек қана биліктен аластатылды, биліктен айырылды. Иә, Тасмағамбетов те екі қолын ысқылап отыр. Кезінде немересін қытайша киіндіріп, қытайша ән салдырып, Қытай билігіне жағынды. Өзі Сусаниннің киімін киіп, Ресейде мынау мықты әншілермен, Игорь Крутой сияқтылармен жақындасып, достар арқылы Путинге жағымпазданды. КамАЗ акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшесі болды. Ал мүшесі болып ол жерге тағайындалу тек Путиннің ғана ымдауымен, соның мақұлдауымен болады. Одан кейін ОДКБ деп аталатын, бәрімізге белгілі қаңтар кезіндегі. Сол ұйымға бас хатшы болып барды. Қазір сол қызметте отыр. Мәскеудің төрінде отыр. Путиннің жанында, іргесінде отыр, Кремльдің. Иә, ол қалайда билікке келуге таласады. Оның басты мақсаты сол. Бірақ Тоқаев билігін солардан қорғап, мүсіркеп қарауға болмайды. Тоқаев билігінде, Тоқаевтың өзінде таңдау бар. Егер Тоқаев Тасмағамбетовтен де, Назарбаевтан да сақтанатын болса, онда ол халыққа арқа сүйеу керек. Қазіргідей бас көтерген азаматтарды қудалауды тоқтату керек. Оның жолдары бар. Біріншіден, егер Тоқаев тарихта өзінің аты дұрыс болып қалсын дейтін болса, халық өзін кешірсін, халық өзін қолдасын дейтін болса, онда жолдары бар. Әділ сайлау өткізсін. Тоқаев келгелі бері жеке дара қолына билікті алған осы 2 жылдың арасында, 2 жыл бойы бір референдум өтті. Әділетті өткен жоқ, ешкім мойындаған жоқ. Парламент сайлау өтті, ешкім мойындаған жоқ. Бәріміз көрдік, масқара деңгейде өткен. Президенттік сайлау өтті. Қарсыластары Жигули Дайрабаев сияқтылар болды. Ешқандай да бір лайықты қарсылас болған жоқ, кандидаттар болған жоқ, өткізген жоқ, бәсекелес болған жоқ. Яғни Тоқаев 2 сайлауды, бір референдумды үлкен айғай-шумен өткізді. Егер сол сайлауды әділ өткізетін болса, референдумды әділ өткізетін болса, саяси тұтқындардың барлықтарын түрмеден босататын болса, оны халық қолдайтын еді. Сондықтан Тоқаевта әлі де мүмкіндік бар. Алда әлі ол 5 жыл отырады мынау қызметте. Осы уақытта қазірден бастап ол егер де өзінің атын ойлайтын болса,
мемлекетті ойлайтын болса, Назарбаевтар қайтып келмесін, Тасмағамбетовтер билікке келмесін, мынау елде дұрыс өмір болсын дейтін болса, ол қазір мына әрекеттер жасау керек. Біріншіден, қаңтар қырғынында не болғанын ашып айту керек. Кім оған 20 мың террорист кірді деп айтты? Кім ондай ақпарат берді? Ол адамдар бұрын Назарбаев билігімен бірге кетті ме, әлде қасында жүр ме? Ашып айтсын. Неге ескертусізге оқ атуға бұйрық бердім деуге мәжбүр етті оны? Кім мәжбүр етті? Өз еркімен жасады ма? Біреу оны ақыл кеңес берді ме? Кіммен кеңесті? Осыны айтсын. Халыққа айтсын ашық. Күлекеев сияқтыларға кітап жазудың керегі жоқ. Смағұл Елубай сияқтыларға ойбай Ақордада КМБ мен президенттің күзеті атысты, пышақтасты деп айтудың керегі жоқ. Өз айтсын. Ашық елдің алдына шықсын. Тікелей эфирде бұқаралық ақпарат құралдарын жинап, мынау басқа мемлекет айтпағанда Путин сияқты ашық тікелей эфирде халықтың сұрағына жауап берсін. Басын ашсын. Қаңтарда басында 2022 жылы қаңтардың басында не болды? Одан кейін қаңтар кезінде қайтыс болғандардың, азапталғандардың барлығына өтемақы төлесін. Барлығын ақтасын. Амнистия емес, толық ақтасын. Отбасыларына өтемақы төлесін. Сөйтіп, бәріне кешірім тұрасын жария түрде. Сол кезде осылай болды, осылай етуге мәжбүр болдым. Тізесін бүгіп тұрып халықтан кешірім сұрасын. Ал одан кейін бүкіл Қазақстан түрмелеріндегі саяси тұтқындарды босатсын. Думан Мұхаммед-Кәрім бар, Әйгерім Тілеужан бар, Марат Жыланбаев бар, Асқар Сембай бар, Данат Намазбай бар, Мағлан Боранбай бар, Жаңаөзендік Ержан Елшібаев бар. Көптеген азаматтар қазір түрмеде отыр. Осы азаматтардың барлықтарын түрмеден босатып, түрмені саяси тұтқындардан босатсын. Сөйтіп, орталық сайлау комиссиясының мүшелерін қоғамдан жинасын. Оның басшысын өздері тағайындасын, сол мүшелері. Сайласын, ортасынан сайлап алсын. Президентке бағынбайтын болсын. Сөйтіп, нағыз әділ Қазақстанның соңғы тәуелсіз алғаннан бері бір рет әділ парламенттік сайлау өткізілсін. Сол кезде парламентке Дәулет Мұқаев сияқты, Самат Нұртаза сияқты, Мақсат Толықбай сияқтылар емес, парламентке Рысбек Сәрсенбай сияқтылар барады. Нұртаза, Қадыр Ниязов сияқтылар барады. Мықты азаматтар барады парламентке. Ойлап қараңыз. Рысбек Сәрсенбай қазір айтып жүргенін парламенттің төрінде айтатын болса, ол парламент мықты парламент болады. Ол парламент қыз қайнаған парламент болады. Ал одан кейін парламент сайлауын өткізіп, президент сайлауды өткізсін. Сөйтіп, өзін өтпелі кезеңнің президенті ретінде айтсын. Міне, мен Назарбаевтарға шамам келмейді, қауқарым келмейді, олар терең тамырын жайлап кеткен, 2 жыл бойы менің шамам келген жоқ. Ана жақта қолын ысқылап Тасмағамбетов отыр. Сол себепті елді мынау демократияның даңғыл жолына түсірем мен деп айтсын. Сол үшін, міне енді президент сайлауды өткізем, қарап отырам, әділ сайлау. Түссін, кім түскісі келеді. Халық өзі сайлап алсын. Мені кешіріңдер. Кестіңдер, басым міне. Осылай болды жағдай. Назарбаевпен келістік басында, одан кейін тартыс болды, қос билік болды, қаңтарда осындай жағдай болды, осылай етуге мәжбүр болдым десе, қазақ халқының жүрегі кең, кешіреді. Олар Назарбаев иттік жасамағанда 19 жылға дейін алдында ол халыққа ұрлаған дүниесін қайтарғанда, халықтың алдында кешірім сұрағанда Назарбаевты кешіріп жүретін еді халық. Бірақ ол кеш қалды. Сол сияқты Тоқаевта әлі де мүмкіндік бар. Егер ол Назарбаевтардың табанына тас қойып, бүкіл ақшасын қайтарып ала алмаса, оларды түрмеге жаппай қамай алмаса, онда өтпелі кезеңнің президенті болсын. Міне, демократияға аяқ бассын. Сөз бостандығы, Думан сияқтылар еркін сөздерін айтатын болсын. Сол кезде Тоқаевты халық кешіреді. Тоқаевты келесі билікте кешіреді. Түсінеді. Ол үшін ол өзі елдің алдына шығып, барлығын жай-жапсарын ашып айту керек. Сол кезде Тоқаевты қолдау болады. Ал қазір біреулер айтып жүр, Тоқаевты да қолдау керек деп, енді бірақ мынау мәселе мынада. Иә, барды бар, жоқты жоқ деп айтуға болады. Қолдауға болады. Егер ол қолдауға лайық әрекеттер жасап жатса. Ал енді бүкіл бас көтергендер түрмеге қамап жатса, қаңтарда шыққандарды жерден алып қазып алып жатса, олардың жоғын жоқтағандарды Астанаға барса, қамап айыппұл салып жатса, халықты қымбатшылық қысып тұрса,
елде ешқандай өзгеріс болмаса, Назарбаевтың жүйесін сол бойы ұстап тұра беретін болса, оны қалай қолдауға болады Тоқаевты? Қолдап мадақтап жатқанда жетеді. Кезінде мынау Оразалы Досболсынов деген айтыскер ақын болған. Сол айтқан екен өзінің ұстазына: мен тек қана сынай бермей қоғамда жағдайды, мен жақсы мақтайын, мадақтайын деп. Сол кезде оның ұстазы айтқан екен: сен мадақтаған күні, жағымпазданған күні мен сенің домбыраңды сындырамын деген екен. Өйткені сенсіз ақ мақтайтындар, мадақтайтындар жетеді. Ал сен сынап, мінеп, кемшілігін көрсетуге тиістісің. Сол үшін сен ақынсың. Сол үшін сен шыншыл ақынсың деген екен. Сол сияқты қазір мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдары бар, газет, журнал бар, телерадиолар бар, одан бөлек жүздеген блогерлер бар, журналистер бар, өздерінше бір тәуелсіз журналистпін деп биліктің сойылын соғып жүргендер бар. Жетеді мына билікті мақтайтындар. Бұл билік кетсе, келесі билікті мақтай береді олар. Сондықтан қазіргі уақыттағы басты мәселе ол елдегі кемшіліктерді айту, көрсету, жеткізу, қоғамдағы келеңсіз жағдайларды қоғамның назарына, халықтың назарына, билікке де ашып айту. Менің мақсатым, өзім алдыма қойған мақсатым сол. Сондықтан қанша күн ол бостандықта боламын, қанша күн тірі жүрем, осы бағытта боламын. Ешқайда кетпеймін. Ешқандай да мойынды төмен салу болмайды. Ешқандай да ұнжырғаны төмен түсіруге болмайды. Шындық айтылу керек. Мәселе Тоқаев билігінде емес. Назарбаев та дәурен жүріп тұрды, кетті, не болды? Тоқаевтың билігі де ертең. Тағы біреу келіп, қайтадан осы Назарбаевтың жүйесін жүргізе бере ме? Сондықтан елде әділетті қоғам орнату үшін барлығымыз атсалысуымыз керек. Сол себепті ардақты ағайын, елдегі жағдайды көрсету үшін табанынан таусылып, қолымнан келгенше әрекеттерді өз деңгейімде, хал қадірімше жасап жатырмын. Сіздер көмек көрсетіп жатырсыздар. Рахмет. Пікір жазып қана қоймай, тиын тебендеріңізді аударып жатырсыздар. Барлықтарын көріп отырмын, сезініп отырмын. Бұл маған қанат бітіріп жатыр. Сондықтан көмектеріңізді үзбеңіздер. Мен өзім мынау оператор деген жоқ, менде жарық қоюшы деген жоқ. Өзімді осылай түсірем. Сосын аны әйеліме берем. Әйелім, мен балаларым 5 жаста, 3 жаста, 1 жаста. Олармен күндіз жұмыс істеу мүмкін емес. Олар түнде ұйықтаған кезде 12-ден түнгі әйелім 12-де ұйықтаса, 12-де 1-де балалар ұйықтағаннан кейін 3-4-ге дейін соны монтаждайды. Артық дауыстарын алып тастайды, қосалқы дауыстар болса, соны эфирге дайындайды. Сөйтіп, келесі күні соны саламыз. Яғни отбасылық әрекеттер. Ешқандай да басқа командалар жоқ. Басқа адамдар жоқ. Ешқандай бір басқа табыс көзі жоқ. Сол таксовать етемін. Ол сіздердің көмектеріңіз. Мен қатты сезініп жатырмын. Сондықтан осы көрсетілген әйелім Дана Сәрсенбайдың кәсібіне қолыңыздан келгенше көмек көрсетіңіздер. Мен қолымнан келгенше күресемін, шындықты айтамын, шындықты айтып жүрген адамдардың сөздерін беремін. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ. Елде әділетті қоғам орнау керек. Мәселе біреуге деген кекшілдік емес, біреуге деген жеккөрініш емес, осы елдің ортақ мүддесі. Шындықты шыңғыртып айту керек. Ақиқатты айғайлап айту керек. Онсыз болмайды. Бәрібір елде дұрыс, үмітсіз шайтан дейді. Елде дұрыс қоғам орнайды. Сондықтан ардақты ағайын, қолдауларыңызға рахмет. Осы эфирді таратыңыздар, пікір жазыңыздар. Мен сіздерге сенемін, сіздермен біргемін, қолдауларыңызды сезінем. Сол себепті соңына дейін бірге күресеміз. Назарларыңызда болған Абзал Достияр, келесіде жүздескенше.